Әр адам, әр қайсымыз күнәміз, жасырын істеген нәрсеміз көп. Бұның бәрін біз айналамыздан жасырамыз. Егер адамдар бір-бірінің ішіндегі ойларын, күнәсін айтса, бірін-бірінен шошитын халге түсуі мүмкін. Әр адамның арқалаған күнәсі әр түрлі. Бүгінгі адамның 20 жыл арқалаған күнәсі бүкіл туыстарын шошытты. Бүгін Хорватияда болған оқиға туралы ақпарат береміз. Сіздермен бірге Fortress of History каналы. Каналды көп адамдар каналға жазылмай көреді екен. Каналға жазылу сізге түкте тұрмайды, ал біз үшін ол үлкен ғанибет. Рахмет. Біз ары қарай жалғастырамыз. Ясмина Доминич 1977 жылы туылған. Оның Смельхана атты туған әкесі Мартин, анасы Катерина болды. Ясмина Доминич 1996 жылы политология мамандығын меңгеруге жоғары оқу орнына түсті. 1999 жылы оқуын тастады. Бірнеше ай өткеннен кейін ол әпкесіне лайнермен круизге кететінін айтты. Кейін Францияға барып жұмыс істеймін деген екен. Жаңа өмір бастамқы болған. Ол, Ясмина ата-анасымен аса жақсы қарым-қатынаста болмаған, оның жағдайын ата-анасы үлкен қыз арқылы біліп отырған. Соңғы рет Ясмина Доминичті ата-анасы және жақындары 2000 жылы көрген. Туыстары тек 2005 жылы, яғни 5 жылдан соң ғана іздеу салған. Полицияға Ясминаның анасы хабарласып, қызының жоғалғаны туралы хабар береді. Полиция Ясминаның пәтерін келіп, есік қағады. Ешкім ашпаған соң полиция есікті бұзып кіреді. Пәтерді іздестір барысында Ясминаның ұялы телефоны және шетелдік төлқұжатын табады. Ол төлқұжаттың уақыт мерзі бұрында біткен екендігі белгілі болады. Яғни Ясмина Доминич шетелге шықпағаны белгілі болды. Полиция басқа ештеңке таппады. Ешқандай ilmектер бұл іске қатысты болмады. Туыстары полиция қыз ес-түссіз жоғалған деп шешті. Тек ана жүрегі ғана оған сенбеді. Полиция жылына 1-2 рет пәтерге келіп тексеріп тұрды. Сонымен толық есеппен 19 жыл өтті. Ясмина Доминичтің әпкесі Смельхана өзінің үйінде 3 қызымен тұрды. Күндердің күнінде олардың көшесінде жарық сөніп қалды. Смельхананың үйінде қызының бірі жігітімен болған. Үйде жарық болмағанына 2 сағат болған. Сол кезде үйдің ішінде жағымсыз иіс пайда бола бастады. Смельхананың қызымен оның жігіті иіс қайдан келіп жатқанын іздестірді. Жағымсыз иіс үйдің астыңғы қабатынан шығып жатты. Олар астыңғы қабатқа түсіп іздестіреді. Сол кезде олар тоңазытқышты табады. Тоңазытқыштың ішінде мұзды көреді. Мұздардың ішінен қыз баланың аяғын көреді. Екеуінің тілі байланып құлап түседі. Не істерін білмеген екеуі сыртқа қашып шығады. Қыздың жігіті Давид жедел полицияға хабарласады. Полиция келіп тоңазытқыш ашып, ішіндегі мәйітті шығарады. Мәйіттің мойны колгаткамен байланған және бірнеше рет қатты затпен басына соққы алғаны белгілі болды. Бұл Ясмина Доминичтің мәйіті еді. 4 күн өткеннен кейін Ясмина Доминичті жергілікті молаға әкесінің қасына жерледі. Полиция мәйіт табылған үйдің тұрғындарын тергеуге алды. Смельхананың қыздары бұл іске қатысты жоқ болып шықты, ал Смельхананың өзіне полиция қызметкерлері күдіктенді. Өйткені Смельхананың айтуы бойынша ол білмейді Ясминді кім тоңазытқышқа салып қойғанын, және ол ондайға бармайтынын айтты, және сіңілісін қатты жақсы көретінін айтты. Бірақ тергеу барысында Смельхананың көздері, қимылдары басқа нәрсені айтып отырғандай болды. Полиция қызметкерлері бұл істі қайтадан жаңғыртты. Іздестіру барысында олар Ясмина жоғалған жылдары Венгрияда және басқа Еуропа мемлекеттерінде болғаны белгілі болды. Бірнеше мемлекеттерде Ясминаның құжаты, банк картасы бірнеше рет тіркелген. Бірақ Ясмина шекарадан өткені ешқай жерде тіркелмеген болып шықты. Сондай қалай болған? Ясмина шекарадан өтпеген. Оның туған әпкесі Смельхана шекарадан сол уақыттарда, сол мемлекеттерге өткені белгілі болды. Яғни, ол әдейі солай Ясминнің құжаттарын тіркеген. Шетелде шынымен Ясмина тірі жүр деген ой туыстарында, полицияда болсын деген оймен жасаған. Тоңазытқыштың ішінен Ясминаның сөмкесі де табылған еді. Ол сөмкені криминалистер анализ жасаған кезде бірнеше саусақ іздерін тапқан. Ол саусақ іздердің көбі Ясминаға тиесілі еді. Тағы бір саусақ ізі Смельхананікі болып шықты. Оған қоса, Смельханамен психологтар сөйлескен кезде, Смельханада ауытқулар бар екенін айтты, яғни оның ішінде бірнеше адамның кейіпі болу мүмкіндігін айтты. Яғни, біздің тілмен айтқанда жындар бар екендігіне көз жеткізді.
Сот барысында барлық факторларға сүйене отырып Смелхананы 15 жылға соттады. Смелхана өзінің кінәсін мойындамады. Кейбір ақпарат бойынша Ясминаның әпкесі Смелхана әкесі екеуі қосылып өлтіруі мүмкін. Олардың әкесі 2013 жылы өмірден озған еді. Көршілердің айтуы бойынша ол өте көп ішетін және қатыгез, шатақ адам болатын. Әкесінің қатысы бар ма жоқ, бізге беймәлім. Бірақ туған бауыр осындайға барса, бұл өмір қайта кетіп барады.